Жақсылық жаса. Елге жақсылық жасаған кісі басқаға ғана емес, өзіне де пайда алып келеді. Жақсы істерді жасау екі дүниеде де жақсылыққа жеткізеді. Расында Алла азабынан қорыққан құлдарымен бірге әрі Хақ тағаланың өздерінің көріп, бақылап тұрғанын жадында ұстап, үнемі игі істер істейтін ізгі жандармен бірге. Бұл дүниеде жақсы істер кісіге қуаныш пен рахат сыйлайды. Адамның жан дүниесіне тыныштық сыйлап, қайғы-мұңдарын ұмыттырады және оның өмірін жарық, бақытты қылады. Өзгелерге жақсылық жасау арқылы кісі өзі толық түзеле бастайды. Өйткені басқалардың бақытты болуына жәрдем берумен өзі де бақытты болады. Ақыретте жақсы істері оны жаратқанның сыйына ие қылып, пейішке кіруіне жәрдем береді. Алла тағала былай дейді: бұл дүниеде өзінің әрдайым Алланың назарында екенін жадынан шығармай, үнемі игі істер істегендер үшін ешкімнің ойына да кіріп шықпаған керемет тосын сый бар. Ақырет мекені болса әлбетте бәрінен қайырлы, бәрінен артық. Тақуа жандардың ақырғы мекені, тұрағы қандай ғажап еді. Қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені, ана дүниенің жанаттары, олар сол жерге кіреді. Ол жерде жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайлардың іргесінен өзендер ағып жатады. Онда олар не қаласа соның бәрі табылады. Міне Алла тақуа жандарды осылай сый-сияпатқа бөлейді. Періштелер ондай тақуа жандардың жанын күпірлік, кешірілмес күнә, зұлымдық атаулыдан ада болған пәк күйінде алады. Һәм оларға: сендерге есендік пен тыныштық тілейміз. Істеген игі істерің үшін жұмаққа кіріңдер деп қошемет көрсетеді. Естеріңде болсын, өздерің үшін о дүниеге нендей сауап жолдайтын болсаңдар, оны Алланың дәргейінде орасан зор болған һәм еселенген үстіне еселенген күйде көресіңдер. Егер сен қайғырып жатқан болсаң, онда басқаларды қайғы-мұңнан арылтуға әрекет жасап көр. Мұқтаждарға жәрдем бер. Науқас жанның көңілін сұрауға бар. Садақа бер. Аш адамды тойдыр. Басына іс түскен адамдарға жәрдем бер. Басқалар үшін қолыңнан келгенше жақсылық жаса. Сонда бақыт пен қуаныш сенің жүрегіңді қалай кернеп жатқанын сезесің. Қонақжай бол, басқаларға қуаныш сыйла, жақсы сөздер айт, құлағанды қолда, жығылғанды жұбат, үміт бер. Елдің өмірін жеңілдет, әрдайым көмек беруге ұмтыл. Бұзылған күнәһар әйел шөлдеп, өлімші болған иттің шөлін қандырып, су бергені үшін пейішке кіргенін ұмытпа. Кім шын жүректен Алланың ризалығы үшін және сауапқа ұмтылып жақсылық жасаған болса, ол сөзсіз өзінің еңбегінің жемісін көреді. Әрдайым жақсылық жасаңдар, істеріңді барынша тиянақты етіп істеңдер. Шүбәсіз Алла әр ісі тиянақты игілікке жаны құмар ізгі жандарды жақсы көреді. Алла тағала біздің істеріміздің барлығын көріп тұрады және ол біз жасаған нәрселер үшін, олар онша маңызды болмаса да, сый-сияпат береді. Кімге қандай жақсылық жасасаңдар, Алла оны сөзсіз біледі. Тіпті жараланғаннан кейін де Алланың және пайғамбардың шақыруына құлақ асып, жаудың ізіне түскендерге, әсіресе олардың арасындағы бейне бір Алланы көріп тұрғандай, жоқ дегенде Алла тағаланың өздерін көріп тұрғанын бір сәтке де қаперінен шығармай жадында ұстаған һәм Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпай әрекет еткен сол мүміндерге үлкен сый-сияпат, зор сауап бар. Шүбәсіз Алланың рахымы игілікті істер атқаруға келгенде ішкен асын жерге қоятын ізгі жандарға өте жақын. Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Иә, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік
бар. Қаншалық қиыншылық болса да, ақыры кісіге жеңілдік келеді. Адам қандай бәле-кесепаттарға тап болса да, одан сөзсіз құтылады. Түн қаншалық ұзын болса да, бәрібір таң атады. Бақытсыздық, ауыр жағдайлар және басқа түскен сынақтар біраздан кейін таңы ататын түн сияқты. Тау қырқасына шығу қаншалық биік және ауыр, ұзақ болмасын, оның артында жасыл дала бар екенін ұмытпа. Арқан қаншалықты мықты болса да, ерте ме кеш пе ол үзіледі. Жылау күлімдеуменен, қорқыныш қауіпсіздікпенен, қайғы қуанышпен ауысады. Ибраһимді алейхиссалам алаулап күйген отқа тастады. Бірақ Алланың әмірі мен от оған ешбір зиян келтірген жоқ. Алланың үкімімен теңіз ортадан жарылып, Мұса алейхиссалам оның түбі арқылы жаяу өтіп кетті. Дәл сол теңізге Фирғауын әскерлерімен батып өлді. Бәрі өзгереді, бәрі орнына келеді, бәрі жақсы болады. Аз ғана сабырлылық, шыдамдылық және жаратқаннан үміт үзбеу керек. Біз байқамай жүрген бақыт. Бізге бақыт берілген болса да, оны басқа уақытта көпшілігіміз байқамай жүре береміз. Бақыттылықтың басы иманды болу. Біз басымызға келген сынақтарға, кедейлікке, ауруға, армандарымыздың орындалмағанына, қалауларымыздың жүзеге аспағанына, қалаған дүниелік рахаттардың бізге келмегеніне шағымданамыз. Сөйтіп жүріп бізге берілген ұлы сыйды, иман бақытын байқағымыз келмейді. Айналаңа қарашы, Аллаға сенбеген, пейіш пен тозақ бар екеніне иланбаған, жаратқанның сый-сияпаты мен жазаларын танығысы келмеген және оның әлемдегі шексіз кереметтерін байқамаған қаншама кісі бар. Олар жаратқанның мейірімділігінен үміт етпейді. Олар сенім, жаратқаннан үміт, оған дұға арқылы жалбарыну, оған ғибадат жасау, оның жақындығын, қамқорлығын, қолдап қорғауын сезіну сияқты иманнан келетін қуаныштан құр қалған. Өкінішке орай, біз түкке тұрғысыз өткінші жақсылықтарды аңсап жүріп, ең ұлы жақсылықтарды ұмыт қалтырамыз. Кісі және кісі. Кісілікті әдеппен жасалған істер қалыптастырады. Кейбіреулер кісіге сыртқы көрінісіне және байлығына қарап баға береді. Келбеті сұлу болғанымен, өзі тәкаппар, мінезі жаман, елдің наразылығын тудыратын, қиналғанға көмек көрсетпейтін, адамдарға жек көріп қарайтын және ешкімге жақсылық жасамайтын кісіден қандай пайда болмақ? Елге жақсылық жасап, пайда алып келуге барын салған, жұмсақ мінезді, мейірімді, әділ, ақылды, ниеті таза және кеңпейіл кісіге сыртқы көрінісінің қораштығы қандай зиян бере алады? Егер бай, қолында билігі бар кісі өзінің байлығын жаман, арам істер үшін пайдаланып, оның хайуандық қалауларын қанағаттандырса, жұрт одан жамандық, тәкаппарлық, наразылық және жек көруден басқа еш нәрсе көрмесе, онда одан қандай пайда? Егер біреу өзінің мүмкіншілігіне қарай қолынан келгенше жақсылық жасап, көп байлығы жоқ болса да, басқалармен қолындағысын бөлісуге ұмтылса, елге пайдалы кеңесін беруге тырысса және олармен шын пейілімен қарым-қатынас жасаса, онда кедейлік соншалықты қорқынышты емес. Бәлкім басқаларға да беру өлшемдерін өзгертетін мезгіл келсе керек.